Саламатсыздар ма оқушылар? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Бүгінгі қазақ тіл сабағының тақырыбы бастауыш, яғни тұрлаулы мүшелер екіге бөлінеді, бастауыш және баяндауыш болып. Бүгін сіздер бастауышпен танысасыңдар. Енді мына ребусты шеше қояйық. Қандай суреттер көріп тұрсыздар? Алманың, сағаттың, таудың, шардың суреті берілген. Осылардан өзінің тиісті әріптерін алып тастаңыздар, сол кезде бір сөз шығады. Бастауыш деген сөз құралды. Енді бастауыш дегеніміз не? Бастауыш дегеніміз қимыл әрекеттің иесін білдіретін сөз. Сұрақтары кім, кімдер, не, нелер, кімі, кімің, несі, нең деген сұрақтарға жауап берсе, яғни бұлар бастауыш болады. Мысалы, ауылдан әкесі келді. Кімі келді? Әкесі. Бастауыштың астын бір сызықпен сызамыз. Енді 6-шы жаттығуға қарайық. Киіз үй тігілді. Не тігілді? Киіз үй. Астын бір сызықпен сызамыз. Жоғарыға сұрағын жазып қоямыз карандашпен. Атам төрге жайғасты. Кім төрге жайғасты? Атам. Кімдер далада ойнады? Балалар далада ойнады. Яғни киіз үй, атам, балалар, бастауыш. Енді оқушылар мына суретке мұқият қарайық. Ненің суреті бейнеленген? Құрылыстың. Осыған 3 сөйлем жақсылап құрастырасыздар да, осының бастаушын табасыздар. Жақсы оқушылар, сау болыңыздар.